Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Біздің жабық каналымызға бот арқылы төлем қалай жасайсыз? Ең бірінші біз ботқа кіреміз. Боттың үстінен бір рет басамын. Осы жақтан төменгі жақта старт дегенді басамыз. Міне бізге осылай меню ашылды. Төменгі жақтан қарасаңыздар, бізде тарифный планы деген бар. Моя подписка, мой аккаунт және поддержка. Поддержка сіздер маған жекеме жазсаңыздар болады. Қосымша сұрақтарыңыз болса. Моя подписка бұл өздеріңіздің уақыттарыңыз тексересіздер, қанша уақыт сіздерде қалды. Мой аккаунт, ол жақта сіздердің личный аккаунттарыңыз, онымен қоса сол аккаунттың ішінде сіздердің жеке реферал сілтемелеріңіз болады. То есть, егер бұл продукт сізге ұнап жатқан болса, өздеріңіздің достарыңызға кеңес беру арқылы қосымша бонустар аласыздар. И тарифный планы, қазір уақытта бізде қандай тарифтер бар. Алдымызда бізде курс пен сигналы екі бағыт бар. Құдай қаласа үшінші бағыт қосылу жоспарда бар. Қосылатын болса, боттан сразу көретін боласыздар. Енді біз қазір жоспар бойынша пример ретінде сигналға қосылымыз келеді. Сигналдың үстінен басамыз. Мына жақтан бізде ZK элитный сигнал, бізге құрметті элитный сигнал деген білдіреді. Үстінен бір рет басамыз. Осы жерде бізде уақыттарын таңдаймыз. Сіздер 1 ай қалсаңыздар болады, 3 айға, 6 ай и 1 жыл. Егер ұзақ уақыт қалатын болсаңыздар, сіздерде скидка болады. Пример ретінде қазір есептеп берейін. Мысалы, 3 айды 3-ке көбейтіңіз. 3 айды, мысалы, 3 ай алатын болсаңыздар, қатарынан созып, сіздер $90 ақша шығарасыздар. Егер сразу 3 айға дос болатын болсаңыздар, сіздер уже $10 эконом жасайсыздар. То есть, сіздер 90 емес, уже $80 аласыздар. Сөйтіп, ұзақ уақытқа алған сайын сіздердің скидкаларыңыз жаймен өсе береді. Пример ретінде мен қазір 1 айды таңдаймын. 1 айдың үстінен бір рет басамын. Мына жақтан бізде оплатить. Мына жақтан криптобот. Мына жерден перейти к оплате үстінен басамыз. Открыть. Бірнеше секундтан кейін бізді осы боттың платформасына аударды. Осы жақтан біз оплатить 30 юзетін үстінен басамыз. Міне бізге осы желі ашылады. Мына жақтан сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай желімен аударғыңыз келеді. Кішігірім лайфхак бар. Егер сіздер Binance арқылы аударатын болсаңыздар, онда BEP20 таңдаңыздар. Егер Bybit арқылы ақша аударатын болсаңыздар, онда Ton желісін таңдаңыздар. Сол арқылы кішігірім скидкасы болады. Комиссияға скидка былай айтқанда үнемдейсіздер. Енді мен қазір сізге пример ретінде BEP20 мен таңдайын. BEP20 үстінен басамын. Міне осы жақтан бізге адрес береді. Адресінің үстінен бір рет бассаңыздар, автоматом скопировать етілетін болады. Жоғары жақтан өте маңызды. Монета бізде USDT, сеть BNB BEP20. И астында адресі тұр. Осы адресті біз скопировать етеміз. Енді қазір өзіміздің биржамызға барып қоятын боламыз. Міне өзіміздің Binance биржамызға келдік. Төменгі оң жақта кошелек дегенді басамыз. Сіздердің ақшаларыңыз былай айтқанда спотовый аккаунтта жату керек. Осы спотовый аккаунтта сіздерде USDT жату керек. Жатқаннан кейін біз жоғары жақтан вывод деген бар. Вывод средств, соны басамыз. Төменгі жақта бізде вывести деген кнопка бар, соны басамыз. Мына жақтан біз USDT таңдаймыз. Сіздерде USDT спотовый аккаунтта жату керек. Үстінен бір рет басам. Мына жерден через криптосет басамыз. Енді осы жерге сіздер адрес қоясыздар. Адресті былай басып тұрамыз. Бағана ботта скопировать еткен адресімізді и ставить деген басамыз. Адресімізді қойдық. Одан кейін барып сет деген таңдаймыз. Бағана бізде ботта BEP20 болды. Міне BEP20 таңдаймын. Адресті қойдық, сет таңдадық. Енді біз төменгі жақта сумма деген жерге өзіміздің суммамыз жазамыз. Бағана сіздер мысалы ботта $30 болса, 30 жазасыздар. Плюс комиссиясын тоже қарайсыздар. Комиссия бар ма, жоқ па? Мысалы қазір уақытта бізде BEP20 бойынша комиссия 0 болып тұр. То есть бұл всегда емес, кейбір кезде комиссия алуы мүмкін. Соны тоже ескересіздер. Комиссия 0 болса, ровно 30 аударасыздар. Егер комиссия мысалы $1 болса, немесе $0.5 болса, комиссиясын қосасыздар. 31 деп қосасыз. Немесе $0.5 болса, 30.5 деп қосасыз. То есть комиссиясын міндетті түрде қосыңыздар. Осылай жазасыздар. Одан кейін барып, мына сіздер выводты басасыздар. Осылай сіздердің ақшаларыңыз ботқа түседі. Ал енді Bybit биржасы арқылы қазір вывод жасап көрейік. Bybit биржасына кіреміз. Төменгі оң жақта активы дегенді басамыз. Мына жақтан сіздерде финансовый счетта USDT болу керек. Финансовый счеттың үстінен бір рет басам. Міне кіреміз. Төменгі жақта сіздерде USDT болу керек. То есть ақша жеткілікті болу керек. Сосын барып сәл жоғары көтереміз де. Мына жақтан бізде вывод средств деген бар. Соның үстінен бір рет басам. Міне осы парақша аударады. Мына жақтан біз USDT таңдаймыз. Міне бізде осы парақшаға аударады. Мына жақтан адрес деген жерге өзіміздің адресімізді қоямыз. Мына жақтан Bybit wallet басылып кетпесін, абайлаңыздар. Өшіріп қойыңыздар былай. Астында адрес тұрады. Адреске біз
ставить деп басамыз. Ставить деп қойдық. Одан кейін барып set web20. Біз бана боттың адресін алған болатынбыз web20. Яқтан қарасаңыздар бізде комиссия бар. Комиссия бізде $1. Онымен қоса аяқта төмен қарай түссеңіздер, бізде тон арқылы комиссия арзанырақ. Байқап отырсыздар. Сол себепті егер сіздер Bybit арқылы төлем жасасаңыздар, онда бот арқылы тон желісін таңдасаңыздар болады. Біз енді қазір бот арқылы web20 таңдаған болатынбыз. Сол себепті біз web20 таңдаймыз. Міне өзіміздің адресімізді қойдық. Одан кейін барып web20 таңдадық. И суммаға біз комиссиясын қосып аударатын боламыз. 31 деп жазамыз. Себебі бізде $1 комиссия. 31 деп жаздым. И төмен жақта біз вывод средств дегенді басатын боламыз. Мынау жақтан подтвердить. Өзіміздің почтамызда және Google аутентификатор жазып болғаннан кейін, яқтан бізде заявка на вывод отправлен деп шығады. Кішкене күтетін боламыз 1-2 минуттай. Міне біз ботқа қайтып оралдық. Енді біз особо ешқайда шықпай, ешқайда кірмей, баспай деген сияқты просто күтіп отыратын боламыз. Қазір бізге 2-3 минутта осы ботқа ақша түсу керек. Мен достар, примерно 1 минуттай уақыт күттім. Бізге сразу осы жақтан успешно пополнен деп шықты. Ботқа мен ешқайда басқан жоқпын, просто күтіп отырдым. И аяқтан бізде төмен жақта вернуться обратный кнопка шығады. Сол вернуться обратно басамыз. Міне бізді осы обратно ботқа аударады. И осы жақтан бізде мысалы сигнальный канал деп шықты. Соның үстінен бір рет басамыз. Аяқтан перейти. Сигналға кіргеннен кейін, әрине сіздердің ең бірінші жасайтын іс-қимылдарыңыз бұл закреп бөлім. Үстінен бір рет басамыз. И осы жақтан сіздер толық информацияны бір оқып шықсаңыздар болады. Толық статистика, кішігірім видео сабақ, сигналға қалай кіру бойынша. Мысалы аяқтан бізде сигналға Bybit бойынша қалай кіреміз. Үстінен бір рет басам. Міне постқа аудартын алып, мына жақта бізде плейді басып, видео сабақ қарай берсеңіздер болады. Обратно закрепке басамыз. Обратно оралдық. Осылай кіріп шығып толық қарап шықсаңыздар болады. Толық статистика, биржа сілтемесі, сұрақтар болса жекемен жазсаңыздар болады. И қосымша отзыв канал. Міне осылай сіздер жабық каналға тіркелесіздер.